Ким Пьонгду са кылмыскер, өзінің шағын бандасымен бірге жүреді. Ол ауру анасын, қарындасын және ештенеге жарамайтын, бірақ гангстер болғысы келетін інісін бағып қағады. Бірде Пьонгду ағасын полиция бөлімшесіне шығарып, үйіне келеді. Сол кезде анасы оларға пәтер ақшасын төлеуге қаражат жоқ екенін айтады. Егер ақша табылмаса, оларды қуып шығарады. Пьонгду бұл мәселені шешуге уәде береді. Осы уақытта оның мектептегі досы Минхо режиссер болып, гангстерлер туралы фильм түсіргісі келеді. Ол шынайы кейіпкерлер жасау үшін нағыз қылмыскерлердің көмегіне мұқтаж. Сол себепті полицияға барып, Пьонгдудың байламыз деректерін алады. Ал Пьонгду болса достарымен кездесіп, гангстерлік адалдық пен парыз жайлы әңгімелеседі. Кейін ол жалға алушыдан қарызды қайтаруды талап етеді. Ақша бермегесін, ол жайбарағат оларының үйіне жалғасып, өзіні қожайындай сезінеді. Ақыры әбден шаршаған Пьонгду олардан тиесілі ақшасын алып, бастығына береді. Ким пәтер ақысын төлеу үшін ақша сұрайды, бірақ Саншул әзірге ақшасы жоқ екенін айтады. Ол бастығына бәйгеге тым көп ақша тікпеуді ескерткенде бетінен соққы алады. Кейін Ким бәрінің басшысы президент Хванмен кездеседі. Хван Пьонгду мен Саншулды бірге ішімдік ішуге шақырады. Ол Пьонгдуға тұрақты табыс табу үшін ойынхананы басқаруды ұсынады. Саншул оған ойынхананы беруге келіседі, бірақ Хван олардан өздеріне кедергі жасап жүрген прокурорды жоюды сұрайды. Саншул бұған қарсы шығып, ондай әрекет бизнестеріне зиян тигізетінін айтады. Содан кейін Ким прокурорды өлтіруге шешім қабылдайды. Президент Хван оған өмір бойы қарыздар болып, демеушісі болады деп ойлайды. Бұл тапсырмаларды ол өзінің ең сенімді адамы Джон Суға жүктейді. Бірақ уақыт бар кезде Ким Минхомен бірге сыныптастарының кездесуіне барады. Ол жерде бұрынғы сүйіктісі де келеді. Ақылды әрі әдемі қыз. Дәл сол сәтте Ким прокурорды жою мүмкіндігі туғаны естейді. Ол Джонсумен бірге соңынан түсіп, теміржол өткелінде прокурордың көлігін тоқтатып, жол апатын ұйымдастырады. Прокурор сыртқа шыққанда оны таяқпен ұрып, кейін денесін жерлейді. Осыдан кейін Ким бандадан маңызды адам қиналады. Хван онымен кездесіп, жаңа серіктестігі ұсынады. Бірақ ол үшін Саншулды өлтіру керек еді. Саншул тым өзімшіл болып кеткен. Бұны оның қарындасының үйлену тойынан кейін жасауға болатын еді. Ким мен жігіттер де тойға шақырылған болатын. Оған дейін ол Хенджумен жұмыс орнында кездесіп, жылы сөйлесті. Сондай-ақ Минхоны өз бандиттік өміріне араластырды. Жігіттер оған бастан кешкендерін айтып, татуировкаларын көрсетті. Кейін ол Джонсу мен Саншулды өлтіруге келісіп, жоспарды тойда іске асырды. Пьонгду жұмысты өз атқарды. Ол бастығын әжетханада күтіп, пышақтап өлтірді. Осыдан кейін Кимнің жағдайы түзеле бастады. Ол отбасын жақсы үйге көшіріп, Хэнчжоуға қайта барды. Әңгімелесіп тұрған кезде дүкен менеджері қызды жұмыста артық сөйлеген үшін сөкті. Пьонгду қызды түскі асқа шақырды. Мейрамханада ол Кимге жақындаусы келмейтінін, себебі оның гангстер екенін айтты. Көп ұзамай Хэнчжоу оған өсімдік жібереді. Ким де жауап беріп, оған аяқ киім сатып алып, жұмыстан кейін сыйламақ болады. Бірақ ол келгенде менеджердің қызға тиіскенін көреді. Ким араша түсіп, менеджерді ұрып тастайды. Хэнчжоу оның қылығынан қорқып, енді келмеуін өтінеді. Қайғыдан Пхэнду мас болып, Минхоның үйіне қонады. Екеуі сырласып, Ким оған прокурорды да бастығында өлтіргенін мойындайды. Ол досынан бұл сырдың ешкімге айтпауын өтінеді. Көп ұзамай президент Хван Кимге құрылыс жүргізілетін жерді көрсетеді. Бұл мәміледен ол көп ақша таба алады. Бірақ мұны кедергі бар. Сол жерде тұратын жұмысшылар үйлерін сатқысы келмейді. Ким бұл істі мойнына алып, бандиттермен бірге қарапайым адамдардың өмірін тозаққа айналдырады. Адамдар үйлерін арзан бағаға сатуға мәжбүр болды. Пьонгду мақсатына жетті. Бірақ жаңа қиындық шықты. 5 жер учаскесінің иелері із-түзсіз жоғалып кеткен еді. Күдік туды. Оларды қарсылас банда жыландар сатып алған сияқты. Олар құрылыс басталғанда өз үлесін алғысы келеді. Сондықтан ол иелерін тауып, жерлерін сатқызуы керек болды. Алдымен ол Минхоны президент Хванмен таныстырды. Хванның актриса болуды армандайтын қызы бар еді. Құрметті адамның өтінішін жерге тастай алмай, Минхо оны киноға орналастыруға уәде берді.
Көп замай олар жер иелерінің бірін ұстап, орманға алып кетті. Оның басына бал жағып, құмырсқаларға жем қылды. Қорыққан ол қалған иелердің қайда екенін айтып қойды. Пхёнду мен жігіттері оларды тауып, қала сыртына алып шығып азаптай бастады. Алайда олардың өздерімен бірге құжаттары жоқ. Жер мәселесімен айналысып жүргенде Пхёндуға жыландардың басшысы қоңырау шалып, егер ол шегінбесе, оның отбасы зардап шегетінін ескертті. Ким үйіне барып, туыстарын қауіпсіз жерге көшірмек болды. Бірақ анасы кетуден бас тартты. Сол сәтте оны жыландардың жігіттері ұстап әкетті. Оларға жер иелерін қайда жасырғанын айтуды айтып, кейін Пхёнду мен оның серігін өлтіру бұйырылған еді. Бірақ жолда олар босап шығып, бандиттерді сабап тастады. Содан кейін жыландардың басшысына барып, онымен де есеп айырысты. Осыдан кейін жер иелерімен болған мәселе өздігінен шешілді. Кейін ол Хёнджумен кездесті. Олар бірде кешкі ас ішіп, Ким қызды үйінен шығарып салды. Ол сүйіктісін сүйіп, оның жолында бәріне дайын екенін айтты. Тіпті қылмыстық өмірді тастауға келісетінін жеткізді. Сөзінің шынайылығын дәлелдеу үшін Ким Хенджуды отбасымен бірге дастарханға шақырды. Олар қарапайым адамдарша отырып ас ішті. Сол сәтте Пхёндуға қоңырау шалып, Минхоның фильміне премьераға келуді өтінді. Фильм шынайылығымен үлкен табысқа жетті. Мұның прокурорды өлтіргені фильмде дәлме-дәл сипатталған. Мұны көрген Ким қатты ашуланады. Ол уәдесінде тұрмады, және соның кесірінен бәрі әшкере болуы мүмкін еді. Президент Хван Минхо шындықты айтып қояды деп қорқады. Егер олай болса, бүкіл үйім күйрейді. Сондықтан режиссерді жою керек. Ким досына барып мәселені шешкісі келеді, бірақ өлтіруге қолы бармайды. Алдымен ол Минхоны ескертіп, егер прокурор мен Санчул жайлы айтса, оны өлтіретіндерін айтады. Минхо үндемеймін деп уәде береді, бірақ Чонг Су онымен келіспейді. Ол түрмеге барғысы келмейді, өйткені бастығы режиссерге тым көп сыр ашқан. Сондықтан Чонг Су Минхоны ырлап кетеді. Оны қала сыртына апарып, мойнына дейін жерге көміп тастайды. Чонг Су оған анық түсіндіреді, егер үндемесе аман қалады, айтпесе өлім күтіп тұр. Бірақ Минхо керісінше істейді. Полицияға барып, Пхёнду жайлы бәрін айтып береді. Сол уақытта Ким президент Хван жасаған келісімді тойлап жүреді. Бұл үшін ол көп ақша алмақ болатын. Мерекеден кейін Пхёнду сүйіктісімен кездесуге барады. Осы жерде полицейлер оны құрықтауға тырысады. Ол әрін қашып құтылады. Ким Хванға барып, мәселені өзі шешетінін айтады. Ол Минхоны өлтіреді, бірақ соның есесіне өзіне тиесілі ақшаны беруді сұрайды. Ол ақшаны отбасына қалдырып, біраз уақытта елден кетпек. Пхёнду Джонсумен кездесіп режиссерге қатысты қателігі үшін кешірім сұрайды. Сосын оны өзі өлтірмек ойын айтады. Сол кезде өзі таныш өмір сүреді, ал Джонсу президенттің оң қолы болып қала береді. Фильм премьерасынан кейін Минхо әріптестерімен және полиция тағайындаған детективпен бірге түнгі клубқа барады. Пхёнду оның соңынан ілесіп, дәретханада шабуыл жасамақ болады. Бірақ полиция кіріп қалып, ол сәтті кейінге қалдырады. Минхо мас болып би алаңына шығады. Ким енді басқа мүмкіндік болмайтынын түсінеді. Ол жұрттың арасына кіріп, қайтадан шабуылдамақ болады. Бірақ оны танысы байқап қалып, режиссер қашып кетеді. Ким жігіттеріне қоңырау шалып, оны ұстауды бұйырады. Бірақ кездесуге келгенде оған қарсы гангстерлер шабуыл жасайды. Пхёнду қатты соққы жеп, бірнеше рет пышақталады. Дегенмен ол әлі тірі қалады да қашып үлгереді. Бірақ көп ұзамай Джон Су мен оның адамдары келіп, Кимді ақыры өлтіреді. Енді Джон Су президент Хванның сенімді адамын айналады. Минхо да тірі қалады. Хван оны өзінің жақын серік етіп, жеке тарихына негізделген фильм түсіруді тапсырады. Бірақ бұл жолы тым шынайы етпеуді ескертеді. Кёнджу Кимнің анасын жерлеуге ет, сол жерде оның көптен бері жоғалып кеткенін естеді. Бірақ қыз әлі де Пхёндудың бір күні қайта оралатынына сенеді.